Мен Қаражал қаласының тұрғыны, номер 1 жалпы білім беретін орта мектептің 6 сынып оқушысы Испай Ақерке. Мен Абай Құнанбаевтың «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңін айтамын. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, шоқпарды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талап тұғар, көңілімнің көз ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырың келмей, сырты танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағын тосан сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таңғаламын алдыңғы айтқаныңды ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын илек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Батырдан барымташ туардан ғой, қысшылда қызықшылда әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мисыз мәңгі күлсе мәз боп, қинамай қызыл тілді кел, тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын мұндай сөз айтпа бізге. Өзіне түгіл өзіне пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер түске.